Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді дастарханның көркі болатын фунчуза салатының рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде мен видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қара кесеге осылай ұсақтап турап аламыз. Қиярды да дәл солай, және үккіштен өткізілген сәбіз қажет. Болгар бұрышын қызыл, жасыл, сары түстерін пайдалансаңыздар да болады, және сәбіз қалауларыңыз бойынша сарымсақ қоссаңыздар болады. Енді орташа отта майымызды қыздырып алып, үстіне етімізді салып, баяу отта қуырады. Суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде отты баяулатып орташа қойыңыздар. Себебі қатты қойсаңыздар біздің етіміз күйіп, арасы шикі болып қалады. Енді үстіне пиязымызды қосып, жақсылап екеуін орташа отта қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз бен етіміз қуырылып болғаннан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да бір 2 минут шамасында қуыратын боламыз. Татымына қарай үстіне тұзымызды саламыз, және ас қасықтың көмегімен соевый соусты құйып жіберетін боламыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Орташа отта міндетті түрде. Енді қуырылып болды деген кезде үстіне болгар бұрышын қосып жіберетін боламыз. Түрлі түстіні пайдалансаңыздар, салатыңыздың көркін ашатын болады. Мінекей барлығын осылай тағы да бір 2 минуттай қуыратын боламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Енді фунчузаны дайындайтын боламыз. Мен осындай жасыл түсін пайдаланамын. Жартысын алдым, және қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйып, 10 минут шамасында бетін жауып қоятын боламыз. 10 минуттан артық қоймасаңыздар да болады. Мінекей піскеннен кейін оны алып осылай салқын суға салып аламыз. Сол кезде иісі толықтай кететін болады. Қолдың көмегімен немесе қайшының көмегімен кесіп аламыз. Жеген кезде ыңғайлы болуы үшін. Мінекей біздің фунчузамыздың үстіне бағанағы дайындаған начинкамызды, яғни подливымызды құйып аламыз. Содан соң соломка қылып туралған қиярымызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша қызанақ қоссаңыздар болады. Үстіне осындай чим-чимнің приправасын пайдаланамын. Барлығын толықтай бірге жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде үйлеріңізде сарымсақ болса сарымсақ қосыңыздар, және де зелень қосуларыңызға болады. Мінекей достар, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір-біріне дәңі сіңіп, керемет болып шығады. 1 сағат көлемінде қалдырсақ та болады. Өте керемет болып шығады. Біздің салатымыз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей достар, осымен біздің салатымыз дайын. Қарапайым үйдегі бар заттардан жасауға болады. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Каналым ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.